Қосылып тұр видео. Видео қосылып жатыр, алып кеттік па? Тоқтат. Мынаны ары қарайға қойып жаттым. Мынау. Болды. Саламатсыздар ма, құрметті тұрғындар? Бүгін Жалағаш тұрғындарына қоғамдық тыңдаулар өтіліп жатыр. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы 2026-2031 жылдарға арналған кеңлік кен орнында мұнай өндіру қалдықтарын уақытша сақтау және қайта өңдеу учаскесі үшін атмосфераға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындылары нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, табиғат қорғау іс-шараларының жоспары бойынша қоғамдық тыңдаулар өтіп жатыр. Қоғамдық тыңдау қоғамдық ұйымдардың белгілі бір тақырып бойынша өз жобалары мен тілектерін жүзеге асыру нысаны. Ережесі заңмен белгіленген барлық қоғамдық тыңдаулар тек еліміздің кодексіне сәйкес өткізіледі. Мұндай тыңдаулардың негізгі мақсаты іс-шара өткізіліп жатқан тақырып бойынша жобаны ұсыну, осы тақырыпты талқылау және берілген жобаны одан әрі жүзеге асыру мүмкіндіктерін талқылау. Қоғамдық тыңдаулар басталмас бұрын Қызылорда облысы бойынша экология департаментінен Өміржан Азат Өмірбайұлы онлайн режимде қатысып отыр. Дауыс естіліп тұрған жоқ. Енді ше естіліп жатыр ма? Енді естілді, иә. Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасынан Құрманаева Айгерім онлайн режимде қатысып отыр. Және де жоба жасаушылар Орда экомониторинг жеке шаруашылық серіктестігінен маман Алтай Динара онлайн режимде қатысып отыр. Тапсырыс беруші мекеме Сауд Сойл жеке шаруашылық серіктестігінен эколог Мамбетяров Марат қатысып отыр. Қоғамдық тыңдауларды бастамас бұрын бізде Жалағаш кентінің әкімдігінен төрайым ретінде өкіл келіп отыр. Өзіңізді таныстырсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Кеңесбай Балнұр Нұрлыбек қызы, акимат өкілімін. Бүгінгі қоғамдық тыңдау 2026-2031 жылдарға арналған кеңлік пен кен орындары мұнай өндіру қалдықтарын уақытша сақтау және қайта өңдеу учаскесі үшін атмосфераға ластаушы заттардың жол берілетін шығарындылары нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, табиғат қорғау іс-шараларының жоспары жобасының төрағасы мен боламын. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Баймағамбет Ботагөзді сайлап алсақ, қарсы болмасаңыздар қол көтеріп дауыс берулеріңізді сұраймын. Регламентті бекітсек, жалпы жобаға ұсынылған уақыт 30 минут, жоба бойынша баяндама уақыты 5-10 минут. Жоба бойынша қойылатын сұрақ, пікір, ұсыныстарға арналған уақыт 15 минут. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылауға және жабуға ұсынылған уақыт 5 минут. Ұсынылған жобаға қатысты жоқ сұрақты қоймауларыңызды сұраймын. Сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңызды міндетті түрде хаттамаға енгіземіз. Бүгінгі қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Енді сіздерге қысқаша сипаттама бере кетсем, жоспарлаған қызметі жүзеге асырудың болжамды орнын сипаттау, жалпы мекеме туралы, оның қызметі туралы сіздерге ақпарат айтамын. Ауданы 5 гектар қалдықтарды уақытша сақтау және қайта өңдеу учаскесі Қызылорда облысы Жалағаш ауданының кеңлік кен орнында вахталық кенттен солтүстік батысқа қарай 2,8 километр жерде орналасқан. Ең жақын елді мекендер Қызылорда қаласы, оңтүстікке қарай 182 километр, Жалағаш кенті, Жосалы теміржол станциясы және Құмкөл мұнай кәсіпшілігі болып табылады. Сауд Сойл жеке шаруашылық серіктестігі келісімшарттық аумағының өндірістік қызметі кезінде өндіріс және тұтыну қалдықтары түзіледі. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде мұнай өндіру қалдықтарының пайда болуымен бірге жүреді. Сауд Сойл жеке шаруашылық серіктестігі барлық кен орындарының мұнай өндіру қалдықтары кеңлік кен орнындағы қалдықтарды уақытша сақтау және қайта өңдеу учаскесіне Сауд Сойл жеке шаруашылық серіктестігі қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін беріледі. Қалдықтарды уақытша сақтау және қайта өңдеу учаскесінде карталар мен алаңдар бар. Олар бұрғылау шламын сақтау карталар, тазартуға дейін кейін бұрғылауды, сұйық қалдықтарды жинақтаушы тоғандар, ластағыш топырақты биокомпостау картасы, құрамында мұнай қалдықтарды өңдеуге арналған алаңдар, бетондалған карталар, ГДС, нөсер
суларының іргелес аумақтан алаңға түсуін болдырмас үшін бұру арығы көзделген. Жерасты суларының ластануын болдырмас мақсатында жыл сайын қалдықтарды сақтау карталарында түбі мен беткейлері бойынша сүзгіге қарсы экранды қалпына келтіру және профилактикалық жөндеу жүргізіледі. Жұмысшы персоналдың тамақтануы, тұруы және тыныс-тіршілігі үшін өзге де жағдайлар сол жеке шаруашылық серіктестігі кеңлік кен орнының вахталық кентінде жүзеге асырылатын болады. Жұмыстар учаскеге күнделікті шығу және күндізгі уақытта жұмыс арқылы жүргізілетін болады. Учаскеде жұмыспен қамтылған жұмысшы персоналдық саны 5 адамды құрайды. Жұмыс уақыты тәулігіне 8 сағат, жұмыс күндерінің саны 365 күн. Инженерлік қамтамасыз ету бойынша электрмен жабдықтау орталықтандырылған, операторды жылыту, май радиаторлары, сумен жабдықтау, ауыз су қажеттіліктері үшін бөтелкеге құйылған. Су ресурстарын техникалық қажеттіліктер үшін ұтымды пайдалану мақсатында ГДС-10 қондырғысында тазартылған бұрғылау сарқынды сулары пайдаланады. Жылдың мезгілдерінде кәсіпорын кірме жолдар мен учаскенің қатты жабындарын және мұнай өндіру бойынша шаң басуды жүргізеді. Жоспарланған қызметтің қысқаша сипаттамасы бойынша бұрғылау, мұнай өндіру қалдықтарын уақытша сақтау және қайта өңдеу учаскесі бұрғылау қалдықтарын және құрамында мұнай бар қалдықтарды жинауға, сақтауға және қайта өңдеуге арналған. Қалдықтарды орташалау, биоремедициялау арқылы қайта өңдеу әдістерін таңдау, инновациялық технологияларды қолдану арқылы айқындалады. Бұрғылау қалдықтарын жою және орташа процестерді инсоляция, тотығу және органикалық бөліктерін SO2 және HEKO дейін ыдырату әсерінен ашық жерлерде жүргізіледі. Бұрғылау қалдықтарын минералды бөлігі тұрақты конгломераттарда байланысады. Бұрғылаудың сұйық қалдықтарын механикалық жолмен тазарту ГДС-10-да суспензиялар мен көмірсутектермен ластанудан тазарту арқылы жүзеге асады. Бұрғылау шламы бұрғыланған жыныстық және бентонит сазының суспензиясы түрінде ұңғымалардың бұрғылау алаңында бұрғылау ертіндісін тазарту жүйесінде жинақтауға арналған экологиялық ыдыстарға жиналады. Мұнда ластаушы заттардың құрамын анықтау, қалдықтарды паспорттық деректеріне сәйкестігін анықтау үшін сынамалар алынады. Бұрғылау қалдықтарын радиациялық бақылау жүзеге асырылады. Бұрғылау шламын автоцистернаға айдау сүңгуір сорғымен жүргізіледі. Бұдан әрі автокөлік пен қалдықтарды орташалау карталарында жиналатын учаскеге жеткізіледі. Қалдықтарды тасымалдау және қабылдау қалдықтар паспортының көшірмесі болған кезде жүзеге асырылады. Негізі сұйық бұрғылау қалдықтарына пайдаланған бұрғылау ертіндісі және бұрғылау сарқынды сулары бұрғылау қондырғысының экологиялық ыдыстарға жиналады және вакуумдық машинамен бірге бұрғылау қалдықтарын қайта өңдеу учаскесіне жеткізіледі. Ондай ГДС қондырғысының тазарту алдында жинақтаушы тұндыру өтеді. Құрамында мұнай бар қалдықтар, мұнай шламдары, мұнай сақтау резервуарларын, сепараторларды, сорғы компрессорлық құбырлар мен штангаларды тазарту кезінде пайда болады. Мұнайға, мазутқа малынған топырақтар, апаттар мен мұнай өнімдері төгілуі кезінде қалдықтарды өңдегенге дейін және одан кейін мұнай мен мұнай өнімдерінің құрамын бақылау, сондай-ақ материалдар мен қалдықтарды радиациялық экологиялық бақылау көзделген. Енді пайдаланған бұрғылау ертіндісі және бұрғылау сарқынды сулары бұрғылау қондырғысының экологиялық ыдыстарға жиналады және тұндыру арқылы өтеді. Негізі атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларын көздері жазылған кәсіпорын диаграммасы бойынша олар бұрғылау шламына арналған карталар 6004-6005 источниктар ғой. Бұрғылау шламына арналған карталар, бұрғылау шламына арналған тазартуға дейінгі ОБР жинақтағышы, құрамында мұнай бар қалдықтарды өңдеуге арналған алаң, құрамында мұнай бар қалдықтарды өңдеуге арналған алаң, яғни 6001-6002, мұнайға, мазутқа малынған топырақты биокомпостау картасы, су асты сорғысы, бақылау пункті, операторлық, дренажды арық, кіреберістер, автосалондар, су асты сорғысы, ГДС орнату. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде атмосфераның бөліну және ластану көздерінің сипаттамалары, ластану көздерінің жұмыс режимдері туралы мәліметтер алынды. Зиянды шығарындылар көздеріне жүргізілген түгендеу нәтижелері бойынша ауа бассейн ластаудың 6 станционарлық ұйымдастырылмаған көздер анықталды. Қалдықтарға келетін болса, қалдықтарды уақытша сақтау және қайта өңдеу учаскесіне қалдықтарға мыналар жатады. Бұрғылау шламы, пайдаланылған бұрғылау ертіндісі, бұрғылау ағынды сулары, мұнай шламы, мұнайға, мазутқа малынған топырақтар.
қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар жоспарына өндірістік экологиялық мониторинг жүргізу, шығару көздерін гидрооқшаулау арқылы шаңды басу, жылжымалы көздерден шығарындылардың алдын алу және азайту жөніндегі іс-шараларды орындау, бұрғылау қалдықтарын қайта өңдеу процесінің технологиялық сипаттамаларын бақылау, учаскелердің аумақтарын көгалдандыру, өндірістік экологиялық бақылау бойынша есептер жасау, экологиялық басылымдарға жазылу, қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша оқыту семинарлар. Құрметті тұрғындар, сұрақтарыңыз бар ма? Экология департаменті, сізде сұрақ бар ма? Саламатсыздар ма? Жоспар бойынша бұрғылаудың жоспары кестеде көрсетілген ғой, мысалы сол 2026 мен 2031 аралығында болатын бұрғылау кен орындарына негізі разрешение алынған ба, олар мемлекеттік сараптамада өткен ба ол бұрғылау жұмыстары? Динара? Саламатсыз ба? Жаңа план бурениені айтып тұрсыз ба 26-31 жылға? Иә, бұл план бурение ол кейбір нелерге алынған, 26 жылдарға алынған, ал былайша план қойып несеп тұрмыз ғой. Әлі енді өтетіндер де бар ағасы. Иә, олар техпроектпен олар әр жылда сол өтіп несін разрешение алып тұрады. Былайша беріп тұрған план. Жақсы. Қанша адам қатысып отыр? Қоғамдық тыңдауға список сіздерде ма? Иә. 10-нан аса 15 адам. Тұрғындарға берем, список тұрғындарды екен. Міне, 20 шақты адам қатысып отыр. Міне. Так, 19 адам қатысып отыр. Порталдан сұрақ келген жоқ, қарап несе отырмын өзім, көріп отырмын. Басқа сұрақ жоқ, басқа сұрақтар осы сараптаманың нәтижесінде. Жақсы, рахмет. Управление сізде сұрақ бар ма, Әйгерім? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ болса, акиматтан кісі қоғамдық тыңдау жауап жіберсеңіз. Жобаға қатысты сұрақтар болмаса, қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймын. Рахмет.